Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастайық. Сабақтың тақырыбы бұл кім? Кто это? Тыңда, қайтала, послушай, повтори. Бұл кім? Кто это? Әке, ана, аға, әже, әпке, ата, әні. Балалар, жаңа сөздермен танысайық. Ата, дедушка, әже, бабушка, әке, папа, ана, мама, аға, старший брат, әні, младший брат, әпке, старшая сестра, қарындас, младшая сестра. Так говорят мальчики. Сіңілі, младшая сестра. Так говорят девочки. Есте сақта, запомни. Қарындас. Так говорят мальчики. Сіңілі. Так говорят девочки. Балалар, демалайық. Орнымыздан тұрайық. Құстай қанат қағайық. Бір отырып, бір тұрып, бір отырып, бір тұрып. Біз тынығып алайық. Суретке қара. Отбасы мүшелерін ата. Посмотри на картинку. Ответь на вопрос. Бұл кім? Кто это? Ата, дедушка. Әже, бабушка. Әке, папа. Ана, мама. Әпке, старшая сестра. Әні, младший брат. Қарындас, младшая сестренка. Мынау Арман. Это Арман. Сіңілі, младшая сестренка. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.